Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Сабира. Мен бүгін үй жағдайында дайындалатын пеште пісетін люля кебапты дайындап көрсетемін. Өте жұмсақ, дәмді болып піседі. Барлық люля кебаптан кем түспейді. Осы менің рецептімді алып жасап дайындап көріңіздер. Бар жоғы 15 минутта піседі. Сіздерге толықтай ұнайтынына сенімдімін. Видеоны ақырына дейін көріңіздер. Және де төмендегі менің каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар. Енді бізге керек ингредиенттер: тауықтың төс еттері, шашликке арналған приправа, жұмыртқа, жуа, чеснок, қара бұрыш, тұз және де бізге таяқшалар, осындай таяқшалар керек болады. Ал енді біз тауықтың төс еттерін біз мясорубкадан өткізіп, фарш етіп дайындап аламыз. Мінекей осылай етіп. Содан соң біз үкіштен өткіземіз, жуамыз бен чесногымызды үкіштен өткізіп аламыз, осылай етіп. Ал енді үкіштен өткізген жуамызды өткізіп болғаннан соң, енді біз сарымсағымызды да үкіштен өткізіп аламыз. Люля кебабымыз біздің орысша айтқанда сочный болып пісу керек, сол үшін біз үкіштен өткіземіз. Енді біз фаршымызды дайындап болғаннан соң, бағанағы жуамыз бен сарымсағымызды үстіне салып аламыз. Енді біз дәміне қарай, дәмін келтіріп отырып, тұзымызды, қара бұрышымызды жақсылап тұрып салып аламыз. Содан соң біз приправаға, шашликке арналған приправамызды да саламыз. Көлеміне қарай, өзіміздің қоспамызға қарай. Содан соң бір жұмыртқамызды жарып алып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал енді біз барлық қоспаларымызды салып болғаннан соң, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді соңында біз нанның майда ұнтақтарын саламыз. Яғни орысша айтқанда панировочный сухарийімізді салып, қолымызбен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан соң біз енді мынау тұрған таяқшаларымызға фаршымызды жайып аламыз. Ал енді достар, біздің тапамызға пермаментный қағазымызды жайып аламыз, жабыспас үшін. Енді біз дайын болды, мінекей жайып салып аламыз. Енді 200 градуста біз пеште пісіріп аламыз. Мінекей достар, пісіп шықты, өте әдемі болып пісіп шықты, қып-қызыл болып. Алсаңыз да асты жабыспаған, екі жағы да қып-қызыл болып пісіп шықты достар. Ас болсын.